Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы электрлі және қол құралдарын пайдаланып тұрмыстық жөндеу жұмыстарын орындау. Сабағымыздың мақсаты: электрлі қол құралдарын пайдаланып ақауларды жою бойынша жөндеу операциялары мен интерьерді ұйымдастырудың тәжірибелік жұмыстарын орындау. Қауіпсіздік техникасын қадағалап, оның маңыздылығын сезіне және демонстрациялай отырып материалдар мен құралдарды қолдану. Жалғыз байланыстар, желіммен қосылыстар, тұрақты қосылыстар арасында жиһаз өндірісінің ең басты тобы желіммен қосылыстар болып табылады. Олардың арқасында олар түрлі нысандар мен мақсаттардың дизайнын жасайды. Жиһазының бірқатар қосындылары оң қасиеттерге ие. Олар өте технологиялық өлшемді, тұрақтылықты арттырады, жоғары күш береді. Тәжірибелік жұмыс: үй, мектеп жиһазындағы мәселелерді қалай шешуге болады? Ақаулықты қалай жасау керектігін үйрену. Жиһазды өз бетімен жөндеуді үйрену. Ақаулы нұсқауларды қолдану арқылы жиһаздың дұрыс істеуін үйрену қажет. Сондықтан қауіпсіздік ережесін қайталаймыз, ал суретке назар аударамыз. Сынған орындық берілген, ал жиһаз атаулының бәрін уақыт өте келе тозып сынады, сырты бүлінеді. Оны жарамды ету үшін уақытылы жөндеу керек. Кейбір ақаулар электр құралдарында пайдалана отырып өздігінен жөндеуге болады. Ал мына суретте сынған есіктің суреті берілген. Бұл есіктің электр құралдарды қолдану арқылы жөндеуге болады. Мұндай электр құралдарды қолдану ыңғайлы, онымен жұмыс істегенде көп күш уақыт қажет болмайды. Келесі суретте сынған үстелдің суреті берілген. Тұтынып жүрген заттарымызға ақау түскен бойда жөндеп отыруымыз қажет. Себебі ақаулар ұлғайып, көбейіп кетсе, жөндеу жұмыстарын қиындатып жібереді. Кейбірлер жөндеуге көнбей қалады. Келесі, жиһаздың топсасын жөндеу үшін ең бірінші жөнделетін бетті тазалап аламыз. Екінші, тегістегіш есіндіні әзірлеп алу. Үшінші, есіндіні бұран шегеге бекітілген жерге жағу. Төртінші, топсаны есікке бекіту. Келесі, үстел бетінің бүйір қақпағын жөндеу. Бірінші, жиектің зақымданған бөліктерін алып тастау. Алмастырылатын бөліктің ұзындығын анықтау. Екінші, үстелдің бетін белгілеп алу. Үшінші, белгілерге сәйкес 1-2 мм әдіп қалдырып, арамен аралап алу. Төртінші, жиекті зімпара қағазымен тегістеп, бүйір бетті шаң мен жоңқадан тазалау. Бесінші, қаптама материалдарды үстел қақпағының бүйір бетіне жабыстыру. Алтыншы, артық жерін кесіп тастап, үстелдің бетін тазалау. Келесіде сынған орындықтың бейнесі берілген. Ал енді осы орындықты қалай жөндеуді ойластырыңдар. Қажетті материалдар мен құралдарды анықтаңдар. Жұмысқа кіріспес бұрын міндетті түрде қауіпсіздік ережесін қайталаңдар. Не білдіңіз, не үйрендіңіз? Кері байланыс беруді ұмытпаймыз.